Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай үлпілдеген мамықтай булочкалардың жасалу жолын көрсететін боламын. Ешқандай қиындықсыз, қарапайым ингредиенттерден жасалады. Ендеше кірісейік. Керекті ингредиенттердің барлығы төменде көрсетілген. Ең алдымен таза табамызға 2 дана жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Және оның үстіне керекті мөлшердегі қантымызды және шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы ерітілген сары майымызды қосамыз және жылытылған суымыз бен сүтімізді қосып жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін міндетті түрде дрожжиімізді қосып жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін кем дегенде 3-4 минут тыныштықта қоюымыз қажет, себебі дрожжымыз реакцияға түсуі қажет. Содан кейін ғана барып, електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып, осы консистенциямызға қосамыз. Ең алдымен шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз қоймалжың кезінде. Содан кейін қоюланғаннан кейін қолдың көмегімен илеп, жұп-жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Достар, қантайда қамыр илеген кезде керекті мөлшердегі ұнның барлығын бірден қосып жібермеңіз. Осылайша біртіндеп қосуыңыз қажет, себебі жұмыртқаның көлеміне байланысты, сүтіңіздің көлеміне байланысты 30-40 грамм плюс-минус жүруі мүмкін. Мінекей жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп алдық. Енді осының үстін пищевой пленкамен жауып, жылы орамалға орап, тыныштыққа 1 сағатқа қоюымыз керек. Қараңыздаршы, 1 сағат өткесін өте әдемі болып көтерілген екен, тіпті бір жерін тесіп шыққан секілді. Содан кейін қолымызды жақсылап майлап алып, табағымыздан алып, тақтайымызға жабысып қалмас үшін ұн себелеп барып, үстіне қоятын боламыз. Содан кейін барлығын теңдей етіп 8 бөлікке бөліп аламыз. Барлығының көлемі бір-бірдей болу үшін таразыны пайдаландым. Мөлшерлерін бірдей қылып бөліп алғаннан кейін, жайған кезде дөңгелек әдемі жайылу үшін осылайша қолдың көмегімен қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп алатын боламыз. Содан кейін тақтайымызға ұн себелеп, осылайша оқтауымыздың көмегімен жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай жұқалау етіп жайып болғаннан кейін ерітілген сары майымызды үстіне жағып аламыз. Бұл маргаринді де пайдалана берсеңіз болады. Осы сары майды жағып болғаннан кейін 1 шай қасықтай шекерімізді үстіне себелеп шығуымыз қажет. Содан кейін видеода көрсетілгендей арнайы кескіштің немесе пышақтың көмегімен осылайша тілгілеп шығатын боламыз. Арасын жақындау қылып кесіңіз, себебі ораған кезде әдемі болып шығады. Содан кейін қиғашынан осылайша бір келкі ақырын ғана орайтын боламыз. Осылайша барлық тілінген жерлерін біркелкі орналастырып алғаннан кейін екі шетін бір-біріне біріктіреміз. Содан кейін дайындап қойған пергамент қағазының үстіне орналастыратын боламыз. Қараңыздаршы, формасы өте әдемі болып шықты. Осылайша барлық бөлкелерімізге форма беріп шығатын боламыз. Май жағып, шекерімізді себелеп және кесіп орап шығамыз. Достар, егерде осы видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей, бөлкелерімізге пішіндерін беріп шықтық, 8 штук шығатын болады және үлпілдеп жақсы пісу үшін және тағы 15-20 минуттай тыныштыққа қоятын боламыз. Және жақсылап көтерілді, көріп тұрғандарыңыздай. Содан кейін беті қызарып әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарыуызына сәл сүт қосып, үстіне жағып шығатын боламыз. Содан кейін бірден қызып тұрған 180 градустағы пешімізге бар жоғы 20-25 минутқа салып аламыз. Мінекей, қараңыздаршы, үлпілдеген бөлкелерімізде дайын болды. Өте аппетитный, прям деген хош иісті жұп-жұмсақ болып шықты. Сізде жасап көріңіз, өте оңай жасалады. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.